Сандар мен амал таңбаларынан тұратын өрнек санды өрнек деп аталады. Әріптер, сандар және таңбалары бар өрнек әріптік өрнек деп аталады. Өрнек өз алдына қосынды, айырма, көбейтінді немесе бөлінді болуы мүмкін. Азат бірнеше бірдей дәптер мен 3 қойын дәптер сатып алды. Егер дәптер мен қойын дәптердің бағасы 18 теңге болса, барлық сатып алынған заттардың құны қанша болады? Құнды қалай табуға болатынын еске түсірейік. Дұрыс, заттың құнын табу үшін оның бағасын санына көбейту керек. Белгісіз дәптерлер санын айнымалы n-ге ауыстырып, есепке өрнек құрастырамыз. Сатып алынған заттардың толық құнын табу үшін дәптерлер мен қойын дәптерлердің құнын қосу керек. Осы өрнекті оқып көрейік. 18 бен 3-тің көбейтіндісі және 18 бен n-нің көбейтіндісінің қосындысы. Көбейтудің терімділік қасиетін қолданып, келесі өрнекті құрамыз. Оны оқимыз. 3 пен n-нің қосындысы және 18-дің көбейтіндісі.